Амансыздар ма, құрметті көрермендер. Орда Лайф каналы кезекті сұхбатын ұсынады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Ресей-Украина соғысына арналмақ. Бұл тақырыпта біз саясаттанушы Асхат Хасанғалидан сұхбат аламыз. Асеке, сұхбатқа қош келдің. Ассалаумағалейкум, Сәке, құрметті көрермендер. Құрметті Орда Лайф каналының көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Асеке, ерте көктемде жалпы Украина тарапынан қарсы шабуылға шығады Ресейге деген бір ақпараттық үлкен бір жұмыстар жүргізілді. Шын мәнінде біз бір керемет бір жетістікті көрмеген секілдіміз. Бұның себебі неде? Украина тарапы, өте дұрыс айтасыз. Мына қарсы шабуылды бастамас бұрын ақпараттық дүмпуді өте жоғары деңгейде жасады. Яғни қарсы шабуылдың нәтижесінде жылдам арада көптеген аймақтарды азат етеміз, Азов теңізіне дейін шығамыз, Қырымға баратын құрлық жолын жабамыз деген сияқты ақпарат көп шықты. Және тек қана Херсон немесе Запорожье бағытында емес, сонымен қатар 2014 жылдан бергі оккупацияда жатқан Донбасс аймағында, яғни Донецк немесе Луганск бағытында да алға жылжитын түрлі операциялардың сценарийлері айтылған еді. Бірақ көріп отырғанымыздай, қарсы шабуыл ресми түрде 4 маусымда басталды. 4-5 маусымда міне 2 айдан астам уақыт болды, бірақ жаңағы көпшілік күткен, батыс әлемі күткен, және жасыратын жоқ, біз де күткен нақты нәтижелерді біз көре алған жоқпыз, иә. Бір сөзбен айтқан кезде, біз күткендей эффект, қарсы шабуыл біз күткендей эффекті беріп жатқан жоқ. Бірақ оның да бірнеше жаңағы мысалдары мен негізгі себептері бар. Ең бірінші себебі ол Украина тарапы қарсы шабуылға сұраған қару-жарақ Украина сұраған мерзімде келіп жеткен жоқ. Яғни қару-жарақ берілді Украинаға, қару-жарақ берілетін жайлы әскери пакет көмектері жарияланды, бірақ Украина талап еткен, Украина сұрап отырған көлемде және мерзімде келіп жетпеген айтылуда. Бұл бір. Екіншіден, ресейлік тарапта жаңа қарсы шабуылдың қай бағытта болатынын нақты түсінді. Себебі Украина үшін Қырымды жаңа құрлық жолын қиып тастау, Қырымға баратын ресейлік әскерилердің маңызды ең бір жоғары әскери міндеттердің бірі екенін түсінгендіктен қарсы шабуылдың осы бағытта жүретінін жақсы сезді, сондықтан қорғаныс шебін дайындап үлгерді. Себебі Украинаға жаңағы өзіміз айтқандай қарсы шабуылға қажетті әскери техникалар жеткізу мерзімі созылған сайын, Ресей әскерінің жаңа қарсы шабуылға қарсы тұратын қорғаныс бекіністерін қою уақыты арта түсті, мүмкіндіктері арта түсті. Сондықтан қазіргі уақытта Ресей жаңағы 1000 шақырымға жуық созылған әскери ұрыс шебінде 3 қорғаныс линиясын құра білді. Бұл линиялар дан өту Украина әскері үшін оңайға соғып жатыр деп айта алмаймыз. Себебі линиялардың басым көпшілігі әскери классикалық стандартта көрсетілген миналау әдісінен бірнеше жаңағы негізде айрықшылықтары, яғни артықшылықтары бар екені көрінуде. Ең біріншісі ол миналарды ресейлік тарап бұрын соңды қолданылған жаңағы соғыстарға қарағанда аса көп деңгейде қолданып жатқан айтылуда. Бұл бір. Яғни барлық алқаптыға өте көп жаяу әскерге және әскери техникаға қарсы миналау жүйелерін құрған. Бұл бір. Екіншісі, қорғаныс бекіністерінің басым көпшілігін олар бетондап үлгерген. Яғни жақсы қорғаныс жүйелерін құра білген және әрбір жаңағы қорғаныс шебінің алдына, линияларының алдына айдаһар тісі деп аталатын әскери техникаларды өткізуге қарсы қорғаныс жүйелерін құрған. Сондықтан осындай түрлі қорғаныс шептерінен өту Украина әскері үшін шындығында оңайға соғып жатқан жоқ. Бірақ тағы бір қарсы шабуылдың ақырындап, мысықтабандап алға жылжып келе жатқанының тағы бір себебі ол ресейлік тараптағы авиация мен артиллерия санының басым көп болуы. Қазіргі уақытта енді соғыс басталғанға дейін де ресейлік авиацияның саны Украина авиациясымен салыстырғанда 21 есе көп болған. Қазірде бұл дисбаланс сақталуда. Бұл бір. Яғни екіншіден, артиллерияның саны ресейлік тарапта өте көп. Украинамен салыстырған кезде артиллериялық дисбаланс бұл жерде 9-1 деген сандар айтылып жүр. Яғни ресейлік тараптың артиллериясы 9 есе көбірек. Сондықтан кез келген соғыста енді артиллерия бог войны дейді, білесіздер, артиллерия ол соғыс құдайы ретінде сипатталады. Сондықтан артиллерия өте маңызды және оның санының
көп болуы да ұрыс даласында айтарлықтай біраз дүниені шешеді. Және ең соңғы айтылатын дүние жаңағы авиацияға қатысты әлемде жалпы қарымта шабуылда, қарсы шабуылда бірде бір әскери операциялар авиацияның қолдауынсыз, көмегінсіз жүзеге асырылмайды. Ал украиналық тарап енді өзінің авиациясының санының шектеулігіне байланысты қарсы шабуыл операцияларында авиацияны аз қолдануға тырысады. Себебі біріншіден саны аз, әскери әуе техникаларын, яғни ұшақтар мен тікұшақтарын, және оларды барынша сақтау керек. Сондықтан әскери операцияларда оларды қолдану сирек, жаңағы барынша аз қолдануға тырысып жатыр. Бұның өзі де енді ұрыс даласында алға жылжуға, жылдам нәтижелерге қол жеткізуге бір кедергілерін келтіруде. Польша президенті жалпы қару-жарақтың аз беріліп жатқандығын айтқан екен. Батыс елдері ақш жалпы қазір Украинаға үлкен көлемде қару-жарақ берсе, ол соғыстың ертерек бір аяқталуына, қандай да бір нәтиже беруіне әсер ете ма? Мына дүниені түсіну керек, негізі батыс мемлекеттерінің де өзіндік тактикасы бар. Бұл соғысқа қатысты ол ұрыс даласындағы жылдам жеңіске қарағанда, немесе Украина әскерінің жылдам қарсы шабуыл мен блицкриг жасауына қарағанда, олар ұзақ Украина соғысының жаңағы ұзаққа созылуын, сол арқылы Ресейді тек қана әскери тұрғыдан емес, сонымен қатар экономикалық, жаңағы моральдық тұрғыдан да шаршату, қалжырату тактикасын таңдап отыру әбден мүмкін. Сондықтан да жаңа қару-жарақты беру барысында әскери пакеттерді мысалы біз жариялаған кезде көріп отырмыз, мысалы 80 танк береміз десе, ол 80 танкты үзіп жаңағы бірнеше айдың ішінде жеткізу мүмкін. Яғни осының өзі батыстық тараптың Ресейді ұрыс даласында қалжырату тактикасын, және оны тек қана жаңағы әскери тұрғыдан емес, сонымен қатар саяси және экономикалық тұрғыдан әсер ету тактикасын жаңа таңдап алған сияқты. Сондықтан бірден жаппай қару-жарақты беру, блицкриг, яғни Украина әскерінің блицкриг жасауына әсер етуі ықтимал, бірақ батыстың жаңағы экономикалық және саяси тұрғыдан Ресейді қалжырату тактикасын жүзеге асырмай тастау мүмкін. Сондықтан осындай бір тактиканы таңдап алды деп айтсақ та болады. Және екінші айтылуға тиіс мәселе ол қару-жарақтан бөлек, яғни берілетін танк, артиллерия, жаңағы ұшақ деген сияқты қару-жарақ түрлерінен бөлек, ол қару-жарақтарға берілетін снарядтар мен зымырандардың тапшылығы. Ең маңызды мәселе қазір Украина әскерінде осы болып отыр. Жаңағы снарядтардың жетіспеушілігі, зымырандардың жетіспеушілігі. Себебі өздеріңіз жақсы білесіздер, зеңбіректе снаряд болмаса, ол құр ғана темір болып қалады. Сондықтан ең маңыздысы бұл жерде ол снаряд және зымырандардың көп болуы. Ал батыстық әскери қоймаларда бүгінде жаңағы 155 мм снарядтар өте аз қалған. Себебі Украина соғысының қарқындылығы соншалық, батыстық әскери өндіріс кешендері бір айдың ішінде өндіретін снарядтарды Украина әскері бірнеше күннің ішінде, 1-3 күннің ішінде ұрыс даласында жаңа қолданып тастайтын сондай бір жағдайларда болып жатыр. Осының өзі ұрыстың қаншалықты жаңа интенсивті деңгейде жүріп жатқанын көрсетсе, жаңағы екінші жағынан батыстық әскери өндіріс кешендеріне соншалықты көбірек салмақ түсіп жатыр. Яғни олар күні-түні 24/7 режимінде снарядтарды шығаруға мәжбүр болып отыр. Күні кеше ғана Америка құрама штаттары Украина әскеріне арналған снарядтар өндірісін 155 мм снарядтарды айына 14 000 снарядтан 24 000 снарядқа дейін көбейтетінін айтты. Ал келер жылы ол 80 000-ға дейін көбейеді дейді. Ай сайын 80 000-ның өзі Украина әскері үшін жеткіліксіз. Неге? Себебі Украина орта есеппен күндігіне 6-8 000 снаряд қолданылады екен. 155 мм, яғни 80 000-ның өзі бар болғаны 10-12 күнге ғана жетеді деген сөз. Яғни осының өзі Украина әскеріне қаншалықты деңгейде снаряд тапшылығы бар екенін көрсетсе керек. Бұл соғыста батыс ақш елі жалпы Ресейді әбден қалжыратып, яғни қолын Путиннің қанға көбірек малып, жалпы Ресейді ыдырату жоспарда бар ма? Мәселен, кейбір мемлекеттерде түркі халықтарының тәуелсіздік алу мәселесі бойынша жиындар өтті. Осы нәрсе бір Ресейді біратала жоюдың, ыдыратудың бір қадамы емес пе? Менің ойымша батыстың жоспары Ресейді ыдырату емес, яғни Ресейді географиялық тұрғыдан бөлшектеу емес. Бұл жердегі басты мақсат ол Ресей режимін ауыстыру сияқты. Неге? Себебі батысқа ыдыраған және хаостық Ресейге қарағанда батыспен келісімге келе алатын және батыстың айтқан
жаңағы бағытында жылжуға дайын Ресей билігі керек сияқты. Неге? Себебі жаңағы ресейлік биліктің қазіргі ұстанып отырған саясаты ол батыспен ешқандай келісімге келмеу саясаты, иә. Сондықтан батыс үшін қазіргі ең басты миссия ол Ресей билігін ауыстыру және батыспен ымыраға келетін, батыстың айтқан жолмен жүруге көнетін Ресейде жаңа режимді жаңағы әкелуді көздейтін сияқты. Ресей билігін, Ресей жерін қазіргі уақытта батыс географиялық тұрғыдан ыдыратудың бірқатар қауіптері бар екенін де мойындайды. Неге? Себебі біріншіден Ресей, өздеріңіз білесіздер, ядролық қару әлемде ең көп мемлекет. Егер Ресейдің түрлі аймақтарында шашыраған осы ядролық оқтұмсықтар, ядролық қару, бомбалар жаңағы Ресей географиялық тұрғыдан ыдыраған кезде оны бақылаудан жоғалтып алуы ықтимал. Яғни ол батыс көздеп отырмағанда және басқа да бір мемлекеттердің жоспарында жоқ, қандай да бір ұйымдардың немесе саяси күштердің қолына өтіп кетуі мүмкін деген қауіпті ескере отырып, қазіргі уақытта батыстың негізгі мақсаты ол Ресейдегі режимді ауыстыруды көздейді. Бір ай бұрын Пригожин Мәскеуге жорық жасап, Путинді жалпы қорқытты деп айтады. Шын мәнінде бұл Пригожиннің Мәскеуге шынайы жорығы ма, жоқ әлде бұл Кремльдің қандай да бір қулығы ма? Менің ойымша бұл жерде жаңағы бүлік деп өз басым қабылдаймын Пригожиннің жасаған іс-әрекетін. Неге? Себебі бұл жерде плюс және минустарды қарастыру керек. Яғни бұл бүліктен Ресей билігі, тікелей айтатын болсақ, Путин билігі қаншалықты плюс алды және қаншалықты минустарды алды. Менің ойымша плюске қарағанда минус көбірек. Бірінші, Пригожиннің осы бір іс-әрекетінен Путин билігіне деген сенім капиталы халықта және сарқыла бастады. Яғни Путиннің рейтингісі және Путин бір тұтас Ресей мемлекетін ұстап тұрған басшы және оған қандай да бір саяси күштердің Ресей жерінде қарсы шығу мүмкін емес деген мифтің жоқ екенін көрсетіп бергендей. Екіншіден, алып қараған кезде Пригожиннің бүлігі кезеңінде ұрыс даласында да айтарлықтай өзгерістер болуы ықтимал еді. Яғни Майдан даласында қандай да бір моральдық тұрғыдан шаршаған әскери бөлімшелер жаңа ұрыс даласында өздерінің тұрған позициясын тастап кетуі немесе осы бір бүлікке қосылуы мүмкін еді. Яғни бұл бүлік жаңағы бақылаудан мүлде шығып кеткен сондай бір хаосты жағдайға жетуі ықтимал еді. 17-ші жылғы Ресей жерінде өздеріңіз білесіздер, ол кезде Ресейлік империя еді. Ресей империясының бірінші жаһан соғысындағы сценарийіне ұқсас жаңағы жағдайлар орын алуы ықтимал еді. Және тағы бір айта кетерлік дүние, бұл бүлікте өздеріңіз білесіздер, бірнеше ресейлік тікұшақ құлатылды, ал Ресейдің авиациясы қазіргі уақытта Украина жерінде Украина авиациясынан ондаған есе көп болғанына қарамастан, Ресейдің негізгі әскери тұрғыдан басты қарсыласы болып саналатын НАТОдан Ресейдің авиациясы керісінше ондаған есе, жүздеген есе аз. Сондықтан бұл да бір ресейлік билікке минус болып саналатын сияқты. Және Ресей басшысы өзінің сөзінде, жаңағы өздеріңіз білесіздер, оларды бүлік жасаушы сатқындар деп атады, алайда кейіннен жаңағы Песковтың сөздеріне назар аударатын болсақ, осы өзі бүлік жасаған деген азаматтармен жаңағы Путин келіссөздер жүргізді дегенде ақпараттар жарияланған болатын. Сондықтан осының барлығын ескеретін болсақ, Кремль билігінде минустарға көбірек алған сияқты осы бір іс-әрекеттерден Пригожиннің, және оны бүлік деп бағалауға негіз болады. Тағы бір айта кететін дүние, бұл жерде ол Ресейдің әскери қорғаныс саласындағы бірқатар минустарды көрсетіп берді. Ол жаңағы әсіресе натолық сарапшылардың тарапынан осы бүлікке байланысты көптеген жаңа баға берілді, әлі де беріліп келе жатыр. Оның бірі жаңағы жылдам Ресей аумағында блицкриг әскери операцияларын жүзеге асырудың негізгі кірпішін Пригожин қалай жүзеге асыру керектігін көрсетіп берді деген осындай бір жаңағы бағалар берілген болады. Сондықтан осының барлығын ескере отырып, Пригожиннің жасаған әрекетін мен өз басым бүлік деп бағалаймын. Және мынандай бір бізде көп айтылатын пікір бар, негізгі Пригожиннің жасаған бүлігі ол Путинмен келісілген, себебі Путиннің басты мақсаты жаңағы ЧВК Вагнерді Беларусь жеріне апарып орналастыру болды. Осының салдарынан, осының нәтижесінде олар қазір Беларусь жерінде топтасты деген сияқты. Бірақ менің ойымша бұған дейін Ресей билігімен осы бүлікке дейін келісім шарт жасасқан Ресей билігінен қаржыландырылып келген ЧВК Вагнер жаңағы Беларусь жеріне Ресей билігімен жақсы қарым-қатынаста болса, онсыз да
орналастырылатын еді. Себебі Белоруссия мен Ресейдің арасындағы одақтас мемлекет деген 97 жылы қабылданған жобаға сәйкес, онсыз да Беларусь жерінде Ресейдің тұрақты әскері тұр, Ресейдің тұрақты авиациялық күштері мен зымыран күштері тұр, және Украина жеріне Ресей әскері Беларусь тарапынан да бірнеше мәрте шабуылдар жасаған болатын. Қазіргі уақытта зымыран соққылары мен камикадзе дрондарын да Беларусь жерінен жаңағы Украина жеріне қарай жіберу операциялары жүзеге асады. Және ең үлкені бұл жерде Ресей жаңағы осы бір жарым ай бұрын Беларусь жеріне өзінің ядролық күштерін орналастырылды. Яғни ядролық зымыран кешендерін орналастыруды жүзеге асырды. Егер де осындай ірі әскери жаңағы міндеттерді Беларусь жеріне жүзеге асырып жатқан Ресей үшін жеке әскери компанияны сол бір жерде орналастыру қандай да бір қиындық туындатпайтын еді деп ойлаймын. Егер жаңағы расында Пригожин Мәскеуге жорық жасаған болса, осы уақытқа дейін оның аман есен жүруі бұл нені білдіреді? Жалпы Путин өзіңіз жақсы білесіз, ол өзіне қарсы шыққандарды аямай жазалап тіпті өлтіріп тастауы да мүмкін еді. Бірақ Пригожин тірі жүр. Бұны немен байланыстыруға болады? Енді расымен де Путинді көптеген сарапшылар кекшіл азамат санайды. Яғни ол өзіне қарсы шыққандарды кешірмейтін саяси қайраткер ретінде сипатталады. Оны енді Немцовтың мысалында да, немесе Навальныйдың мысалында да байқасақ болады. Оған дейін де жаңағы Путинге қарсы келген және түрлі саяси жаңағы қызметтерді атқара отырып, жаңағы қапияда қаза тапқан азаматтар мысалымен де келтіруге болады. Сондықтан Пригожиннің жаңа бүлік жасағанына міне қанша бір жарым айдан 2 айға жуық уақыт болды. Бірақ қандай да бір оған жаңағы физикалық тұрғыдан қарсы әрекет жасалған жоқ. Ол не сотталған жоқ, не жаңағы былайша айтқанда физикалық тұрғыдан көзі жойылған жоқ. Осындай сәтте өзіңіз айтқандай сұрақ туындайды. Расымен де ол егер бүлік жасаса және Путин оны кешірмесе, неге ол тірі жүр деген сияқты. Бірақ менің ойымша 2 айға жуық уақыт ол әлі де көрсеткіш емес. Яғни әлі де алда бір қандай да бір сценарийлер болуы мүмкін. Екінші тұрғыдан алып қараған кезде бұл бүліктің соңында тек қана Пригожин емес, сонымен қатар жаңа Пригожиннің артында тұрған көптеген Путин билігіне наразы саяси элиталық топтар да тұруы мүмкін. Яғни олар олигархтар болуы мүмкін дегенде мысалдар бар. Неге? Себебі Путиннің саясатынан кейін ресейлік олигархтардың басым көпшілігі жылдар бойы жинаған капиталының жаңа 80-90%-на жуығына дейін айырылып қалғандар бар. Яғни олар сөзсіз Путин билігінің қазіргі саясатына өзіндік наразылығын білдіреді. Сондықтан бұл тек қана Пригожиннің емес, оның артында тұрған қаржылық топтардың да, әскери элитаның да, саяси қайраткерлердің де бір жаңағы наразылығы бөлігі болуы мүмкін. Сондықтан осындай күштер тұрған сәтте жаңағы Путин билігі мүмкін Пригожиннің жасаған сәтсіз бүлігінен кейін келісімге келе білуі де ықтимал. Яндекс қожайыны жалпы өзінің туған жері ретінде Қазақстанды көрсетті. Жалпы көптеген бизнесмендер, олигархтар өз елдерінен безіп жатыр, қазақша айтса. Бұның себебі неде? Бұның астарында Путиннің жалпы әлсірегенін көрсете ма? Бұл қаншалықты Путинге қауіпті, Ресейге қауіпті? Мынандай бір жақсы мысал бар ғой, жаңағы батып бара жатқан кемеден қашып бара жатқан сондай бір картинкалар жақсы білеміз. Сондықтан бұл әрекеттерді солай сипаттауға болады. Екінші жағынан алып қараған кезде олар жаңағы санкциялық тізімдерге еніп кетпеуді, қосымша жанама санкцияларға түсіп қалмауды ойластырады басым көпшілігі. Сондықтан негізінен алып қарайтын болса, өздерінің биографиясында туған жерін және азаматтылығын көрсеткен және өзгерткен ресейлік байлар мен олигархтар, миллиардерлердің назар аударатын болса, олар көпшілігі Украинада туғанын көрсетеді, посткеңестік елдерде, Қазақстан сияқты, Армения сияқты елдерде туғанын көрсетеді, және басым көпшілігі азаматтылығын Израиль мемлекетімен байланыстырады. Яғни Израильдің азаматымын, бірақ Ресей жерінде жаңа кәсіп жасаймын, нәпақа табамын деген сияқты. Сондықтан негізгі мақсаты олардың бұл жерде ол жаңағы санкциялық тізімдерге еніп кетпеу мақсаты. Бұл бір, егер биографиямызды өзгертетін болсақ, мүмкін санкцияға ілінбей қалуымыз ықтимал шығар деген сондай бір жорамалдар да бар. Бұл олардың жеке шешімі ма, жоқ әлде пиар агенттіктердің ұсынған ұсынысы ма, ол жағы белгісіз. Және өздерінің айтуы бойынша енді кейбірі жаңағы олар ресейлік режимнің жаңа жасап отырған қылмысына байланысты біз өзіміздің абырой
деңгейімізді сақтап қалғымыз келеді деген сияқты дүниелерді айтады. Бірақ енді бұған сену қиынырақ. Менің ойымша бұл жерде сол таза кәсіби бизнестік жаңағы көзқарас тұрғысынан алып қараған кезде сол санкцияға ілініп кетпеу мәселесін ойластыратын сияқты. Иә, осыдан бірнеше уақыт бұрын Путин Ресейде Африка елдерінің басшыларының басын қосып жиын өткізді. Бұл жиында енді бұрын Африка мемлекеттерінің басшыларына бір төбеден қарайтын Путиннің жалпы оларды құшақ жая қарсы алуына не себеп болды? Бұл әлемдік мына оқшауланып қалғаннан кейінгі амалсыз қадам ба? Мынаны білуіміз керек, бұл Африка мен Ресей арасындағы алғашқы форум емес. Бұған дейін де Африка Ресей деген форум болған. Оны әлеуметтік желден, жаңағы интернеттен, ғаламтордан іздеп тауып оқысаңыздар болады. Және биылғы өткен Африка Ресей форумы ол бұрын өткен Африка Ресей форумдарымен салыстырғанда әлдеқайда әлсіз деп айта аламыз. Неге? Себебі Ресейге шақырылған Африка басшыларының жаңағы басым көпшілігі бұрынғы Африка Ресей саммитіне қарағанда әлдеқайда аз келді. Яғни жоғарғы басшылар, президент деңгейінде келген делегациялардың саны аз. Ал бірақ жаңа сыртқы істер министрінің орынбасары, елшілік деңгейінде жіберілген делегациялардың саны көп. Осының өзі де енді Африкадағы жаңағы Ресейдің агрессиясына көзқарастың біртіндеп өзгеріп бара жатқанының көрсеткіші болса керек. Екінші жағынан алып қараған кезде Африканы біз енді біздің түсінігімізде сондай қалыптасқан, жаңағы Африка ол бір кедей, Африка жаңағы ешкімге керек емес деген сияқты. Расымен де Африка экономикалық тұрғыдан дамымай қалған, бірақ Африка үшін талас тоқтаған емес. Неге? Себебі Африка ол ресурстарға өте бай мемлекет. Өте бай құрлық мемлекет деп ғой. Өте бай құрлық, ондағы мемлекеттердің басым көпшілігінде табиғи ресурстар жеткілікті. Сондықтан Африка үшін талас тартыс ол тоқтаған емес. Осы бір талас тартыстың ішінде Ресей де өзінің рөлін жаңа ойнағысы келеді. Өздеріңіз білесіздер, КСРО мен жаңағы Америка құрама штаттары кезеңінде, яғни биполярлық қақтығыс дәуірінде Африка үшін де күрес жүрді, және Африкада да қырғиқабақ кезеңінде бірнеше соғыстар болған. Сондықтан осы бір жаңағы қырғиқабақтық жаңа дәуірде 21 ғасырда қайтадан басталып келе жатыр деп айтсақ болады. Бірақ Африка үшін күресте экономикалық тұрғыдан Ресей кеш қалды деп айтсақ болады. Экономикалық тұрғыдан Африканы жаңағы барынша игеруді Қытай бастап кетті. Африкада құрлығының мемлекеттеріне темір жолдар салу, олардың табиғи ресурстары мен кеніштерін, мұнай, газ өндіріс орындарына жаңағы инвестиция құю деген сияқтының басым көпшілігін жаңа Қытай алып отыр. Ал әскери және саяси тұрғыдан қолдау білдіру, әскери базаларды ұстау, саяси режимдерді қорғау, қолдау деген сияқты функциялардың басым көпшілігі батыс елдері, жаңа Европа елдері және Америка құрама штаттары алып отыр. Африкада Францияның да үлесі өте көп. Міне осындай талас тартыс ойынның ішінде Ресей де өзінің жаңағы үлесін алып қалғысы келеді. Осы бір торттан жаңағы кесіп алып өзінің үлесінен жаңағы пайда тапқысы келеді. Ресейдің негізгі Африкадағы жасап отырған іс-әрекеттері тікелей Ресей әскеріне қарағанда Ресейдің жеке әскери компаниялары ішіндегі жеке әскери компаниялары және саяси жаңағы кеңес беру негізінде жүзеге асып жатыр. Ресейлік пропагандист Соловьев жалпы рубльдің 3 есе әлемде ең құнсызданған ақшалардың, валюталардың қатарына енгендігін айтып жатыр. Бұл жалпы санкцияның Ресейге әсер ете бастағанының көрінісі ма? Шындығын алып қараған кезде жаңағы Ресейден рубльдің әлсіреуі мына мамыр айында басталды. Негізгі қатты әлсіреу ол өткен жылы 2022 жылы Ресей енді Украинаға басып кірген кезде жаңағы төпелеп санкция ұрды, білесіздер. Осы санкциялар жаңағы үйіп төгіп мая санкциялар сала бастаған кезде Ресей нарығынан әлемдік брендтердің шығып жатқан кезеңінде Ресейдің түрлі қаржы секторындағы компаниялардың акциялары сағат сайын құлдырап жатқан кезде рубль да өзінің құнсыздануын бастады. Бірақ өткен жылдың жаңағы соғыстан жаз айларында, 2022 жылдың жаз айларында қайтадан рубль өзінің бұрынғы қалпына келуге тырысты. Оған енді Ресейдегі мұнай мен газды саудалаудың сол кезеңдегі мұнай газ бағасының қымбат болуы, әлемде ол ресурстарды сатып алушылардың жаңағы қымбат бағада сол мұнай мен газ сатып алуға өзінің үлес қосу әсер етті, бірақ ол уақытша эффект берді. Ал енді қазір көріп отырғанымыздай қайтадан рубль өзінің құнсыздануын жалғастырып жатыр. Расымен де оның екі мысалы бар дейді. Жаңағы экономистерге назар аударатын болсақ, біріншісі ол санкциялардың әсері және рубль мен
евро өзінің өсуін жалғастырады, рубльмен деп қой, доллар мен евро өзінің өсуін жалғастырады, ал рубль құнсыздануын жалғастырады. Себебі санкциялар әсер етіп жатыр дейді. Бұл бір. Екіншіден, Ресей нарығынан капиталдың кетуі жылдамдаған. Яғни бұл да жаңағы рубльдің құнсыздануына тікелей әсер етеді. Сондықтан Ресей билігінде қазір екі мысал бар, екі жол бар. Ол біріншісі не рубльді еркін айналымға жіберу, ондай сәтте рубльдің құнсыздануы тіпті жылдам болады, және жаңағы Ресейдің қарапайым халқының қалтасына үлкен соққы жасайды. Қазірдің өзінде енді Ресейде тұтыну тауарлары, әлеуметтік қажет тауар, азық-түлік, тағыс дәрі-дәрмек деген сияқты қымбаттап жатыр. Сондықтан рубльдің құнсыздануы қарапайым халыққа әсер етеді. Немесе екінші жолы ол рубльдің құнсыздануын тежей тұру үшін жаңағы интервенция жасау. Ол үшін өздеріңіз білесіздер, жаңағы көбірек рубльді ұстап тұру үшін қаржы құюына тура келеді Ресейдің орталық банкіне. Сондықтан Ресей билігі онсыз да 1,5 жылға жуық жасырын интервенция жасап келді. Зерттеулерге назар аударатын болсақ, 45,50 миллиард долларға жуық қаржыны осы рубль бағаны ұстап тұру үшін құйған. Соның өзі рубльді толыққан ұстап қалуға жетпеген сияқты. Сондықтан ақырындап рубльді еркін айналымға жіберуге Ресей орталық банкі дайындалып жатуы да ықтимал. Украина қарулы күштері Мәскеуге дрон жіберіп әртүрлі соққылар жасап жатыр. Бұл соққы жасаудың астарында не жатыр? Енді әу баста батыс елдері ақш ішке шабуыл жасамауды мықтап тапсырды ғой. Соған қарамастан қазір Украинаның Ресейдің қалаларын бомбалай шабуыл жасай бастауының себебі не дейді жалпы? Мынандай дүние бар, жаңағы дрондармен соққы жасау, камикадзе дрондармен, 1-2 дронмен жаңағы ғимараттарға соғылу, ол ұрыс даласында ешқандай да өзгеріске әкелмейтіні түсінікті. Ол Ресей әскеріне қандай да бір жоғары деңгейдегі нұқсан да келтірмейді. Ол да түсінікті. Ендеше бұл әрекеттерді Украина не үшін жалғастырып жатыр деген сұрақ туындайды. Біріншіден алып қараған кезде бұл пропагандалық негіздегі жасалған операциялар деп айтсақ болады. Бұның тарихпен де салыстырып алып қарасақ болады. Мысалы, 41 жылы Перл Харборды Жапония бомбалады, желтоқсан айында, 7 желтоқсанда. Сол кезеңде Америка Құрама Штаттарының халқының еңсесі езілген күйде еді, себебі Жапония ресми мәлімдеді. Біз Перл Харборды бомбаладық, Гавай аралындағы Америка Құрама Штаттарының авиациясы, жаңағы теңіз әскери күштері жойылды десек болады. Бірде-бір бомба Токиоға түспейді деген сондай ресми мәлімдеме жасалған болатын. Бірақ осы мәлімдемені жоққа шығару үшін және еңсесі түскен езілген халықтың көңіл күйін көтеріп соғысқа деген, отанын қорғауға деген жаңа рух беру үшін Америка Құрама Штаттары араға 4-5 ай салып жаңағы Doolittle рейдін жасады. Doolittle рейді дегеніміз 16 ұшақпен бірден Жапонияның астанасы Токионы бомбалады. Бұл өте рискованный сондай операция болатын, және ол операция қандай да бір әскери міндеттерді, әскери жаңағы миссияларды толыққанды жүзеге асырмаса да, оның саяси пропагандалық үлесі өте жоғары болды. Яғни осы бір рейдтен кейін Америка Құрама Штаттарының халқы жаппай жаңағы Жапониямен соғысты қолдап сондай бір көріністер көрсеткен екен. Бұндай мысал КСРО-да да болған. Өздеріңіз білесіздер, 41 жыл 22 маусымда Германия КСРО-ға кірді, соғыс басталды. Ал 41 жылдың 7-8 тамызында, яғни 1,5 айдан кейін КСРО-ның Кеңес одағының ұшақтары Берлинді бомбалады. Және ол рейд кезеңінде де сондай бір жоғары рух беретін негіздегі сөздер айтылды. 1,5 ай бұрын фашист Германия бізге соғыс ашты, ал 1,5 айдан кейін біз соғыс ашқан мемлекеттің отаны жаңағы астанасына, жүрегіне соққы жасап жатырмыз деген осындай сөздер айтылды. Сондықтан осы бір тарихи мысалдарды келтіріп, қазіргі реалдық жағдайға келтіретін болсақ, Украинаның жаңағы Ресей астанасы Мәскеуге дрондармен соққы жасауы, ол Украина халқының осы бір соғыста майдандағы жеңіске жете аламыз-ау деген үмітін ары қарай соза түседі. Бұл бір. Екіншіден, ұрыс даласындағы сарбаздарға жаңа рух беретін сондай бір операциялар деп те айтсақ болады. Келер жылы Украинада сайлау өту керек, бірақ енді мына соғысқа байланысты ол сайлау өте ме өтпей ме белгісіз. Бірақ өткен жағдайда Зеленскийдің қайта сайлауға түсуі мүмкін ба? Бірден осы мәселеге байланысты ресми белгілі болды, Украинада соғыс тоқтамай сайлау болмайды.
яғни осындай президент әкімшілігі Украинаның ресми мәлімдеме таратты, яғни ұрыс қимылдары тоқтамай жаңағы сайлау болмайды. Ал енді ұрыс қимылдары келер жылға дейін тоқтайтын болса, яғни соғыс аяқталатын болса, немесе Майдан даласында қандай да бір келісіммен жаңағы атыс шабыс тоқтайтын болса, ендеше сайлау болу мүмкіндігі қайтадан қарастырылады. Және оған қазіргі уақытта енді көптеген кандидаттар бар. Бір кандидат ретінде Зеленскийден бөлек Залужныйды қарастырады. Әскери қолбасшы қазіргі уақытта өзінің бір қатар жаңа жетістіктерімен әлемге де әйгілі болып үлгерген, және әлемде оны генерал деп атайды. Одан бөлек жаңағы Украинаның барлау қызметінде бір қатар әскери операцияларды сәтті жүзеге асыра білген Будановты да қарастырады. Ал енді Зеленскийдің қазіргі уақытта халық тарапынан қолдауы ол өте жоғары деңгейде. Соғысқа дейін Зеленскийді қолдау коэффициенті 40%-ға дейін жетпеген сәттер болған, ал қазіргі уақытта оның рейтингі жаңа 80%-дан жоғары. Ал 2022 жылғы жаз маусымы кезеңінде Зеленскийдің рейтингі тіпті тарихта болмаған 94%-ға дейін жеткен екен. Сондықтан тіпті соғыс аяқталған күннің өзінде Украинаның экономикасы құлдыраған болып жатса да, Украина әскерінің жаңағы шығыны бар болса да, әскери адами шығыны, техникалық шығыны бар болса да, Украина халқының миллиондап сыртқа босып кеткеніне қарамастан, Зеленский сайлауға түссе, оның жеңу мүмкіндігі жоғары деп бағалауға болады. Бірақ менің ойымша енді Зеленский де өзінің батыс медиаға берген сұхбаттарында жаңағы мен соғысты жеңген басшы ретінде қалғым келеді, бірақ соғыстан кейін жаңағы бұл орында қалу-қалмауды әлі шешкен жоқпын деген сияқты пікір білдірген. Сондықтан осы бір пікірінен назар аудара отырып, оның сайлауға түспеуі де мүмкін дегенді айтуға болады. Залужныйды айтып қалдыңыз. Әскери саладағы адамның билікке келуі, президент болуы бұл Украинаға қауіпті емес па жалпы? Жалпы енді Украина билігі жаңағы соғыстан кейін қайтадан әскерді қалпына келтіру жұмыстарын бастайды. Қайтадан әскерді қалпына келтіреді, жаңа әскери реформалар жүргізіледі. Сондықтан алып қараған кезде осы тұрғыдан жаңағы әскери маман ретінде ол түсуі мүмкін. Бірақ Украинаға енді ең қажетті қазіргі уақыттағы дүние ол менің ойымша экономист. Яғни экономикалық тұрғыдан шешім қабылдай алатын адамның басшы болғаны дұрыс. Себебі Украинаның экономикасы мына соғыстан өте орасан зор зардап шекті. Өндіріс кешендері талқандалды, инвесторлар кетіп қалды деген сияқты, капитал сыртқа кетті. Сондықтан осы бір шығынның бәрін қалпына келтіру үшін билік басында экономикалық реформалар жүргізе алатын және мемлекеттің талқандалған өндірісін қалпына келтіруге қабілетті қаржылық секторды реттей алатын сондай бір азаматтың билікке келуі. Дей тұрғанмен жаңағы шешім қабылдау әрине украиндықтардың өзінің мысалында, және олар әскери азаматтың сайлауға түссе де оны да қолдап кетуі ықтимал. Себебі қазір ұрыс даласындағы жеңістердің басым көпшілігі сол әскери мамандардың жаңағы дұрыс стратегия таңдай білуі, тактика таңдай білуінің арқасында. Жақсы. Асеке, 1-2 минут уақытымыз қалды. Сұрақ мынадай, алдағы соғыс қимылдарына Майданда не болады? Қандай болжам бар? Жылдың соңына дейін Украина қандай да бір аумағын қайтарып ала ма? Жалпы жылдың соңына дейін соғыс тоқтауы мүмкін ба? Қазіргі уақытта енді өздеріңіз білесіздер, соғыстың жылдамдатуын екі тарапта қалап отыр. Яғни Ресей де және батыстық тарапта қалайды. Украинада соғыста жылдам нәтижеге жеткісі келеді. Неге? Себебі Украина қоғамы психологиялық тұрғыдан өте қатты шаршады. Олар қандай да бір елді мекенді қайтару арқылы жеңіс эйфориясын қайтадан сезінгісі келеді. Себебі ең соңғы жеңісті олар Херсонды қайтарып алған кезде көрді. Одан кейін Украина әскерінде айтарлықтай ауыз толтырып айтарлықтай жеңіс болған жоқ. Сондықтан ұрыс алаңында алдағы 1-2 айдың ішінде болуы мүмкін ықтимал өзгерістердің бірі ол Бахмут бағытындағы алға жылжу, яғни Украина әскері Бахмутты қайтаруға тырысады, бұл бір. Екіншісі ол жаңа Запорожье бағытындағы Қырымға жету. Тым болмағанда Қырымға баратын құрылыс жолдарын жаппаған күннің өзінде Тоқмақ немесе Мелитополь бағытында алға жылжуды көздейді. Ресей әскері де құр алақан жатқан жоқ. Ресей әскері де Харьков бағытында, әсіресе Купянск қаласына жету мақсатын қойып отыр. Осы бағытта енді қуатты саны жағынан басым 100 мыңға жуық әскермен
қарсы шабуыл жасауды ойластырып отыр. Яғни осындай бір өздерінің көздеген әскери операциялары бар. Ресейде 2024 жылы сайлау, Америка құрама штаттарында 2024 жылы сайлау. Сондықтан Америка құрама штаттарында Байденнің жаңағы бұл сайлауға түскен сәттегі жеңісі болу үшін Украина әскері де қандай да бір нәтиже көрсету керек. Путиннің де халықтың қолдауына ие болу үшін, өзіміз білеміз, енді Ресейде халықтың қолдау деген жаңағы билікке келу үшін қандай да бір маңызды болып саналмайды, бірақ соған қарамастан Ресейде де жаңағы Ресей әскерінің алға жылжуы Украина жерінде маңызды болып саналады. Сондықтан тараптардың барлық қазіргі уақытта алға жылжуды көздеп отыр. Тым болмағанда 2 айдың ішінде нәтиже көрсетілмесе, ендеше қайтадан келіссөздерге отыруды бастауы ықтимал. Жақсы, Асхат, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті Ордалаев каналының көрермендері, сіздерге сұхбат ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Асхат, көп рахмет, аман болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар.